Сократ ежелгі грек елінің үздік ойшылы. Сократтың ілімі қазіргі заман пәлсапасының маңызды бөлігі. Сократтың өзі ешқандай шығармалар жазбаған, тек ауызша айтқан. Платон былай жазған: мен өз шығармаларымда ең ұлы дана Сократқа арнадым. Адамдар мені ұмытып кетуі мүмкін, бірақ менің шығармаларым арқылы Сократты ұмытпайтын болады. Әрбір адам күн сияқты, тек оған жарқырауға мүмкіндік беру керек. Ешкім сенің досың емес, ешкім саған жау емес, бірақ әр адам сенің ұстазың. Таң қаласың, кез келген адам қанша қойы бар екенін жатқа біледі, бірақ қанша досы бар екенін айта алмайды. Сонда достық бағасы қанша? Ақшаға аяқ киім сатып алуға болатынын бәрі біледі, бірақ бақыт емес, тамақ, тәбет емес, төсек, ұйқы емес, дәрі, денсаулық емес, қызметшілер, достар емес, сауық емес, мұғалімдер, рақал емес. Ақшасы жоқ адам кедей емес, арманы жоқ адам кедей. Ақымақ адамдар ғана әр нәрседен мін іздейді. Тәуірлер тәуір кісі тойына шақырусыз да бара береді. Адам қандай болса, сөйлеген сөзі сондай. Тек бір ғана жақсылық бар, ол білім, тек бір ғана жамандық бар, ол надандық. Сақ болыңыз, адамдар сіздің ата-анаңызға деген құрметсіздігіңізді байқап, сізді менсінбеуден, және сіз мүлдем достарсыз қалудан аулақ болыңыз. Мен өмір сүру үшін жеймін, ал басқалар жеу үшін өмір сүреді. Ең жоғарғы даналық жақсылық пен жамандықты айыра білу. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Ештеңе істемегенше нақты мақсатсыз жұмыс істеген жақсы. Иә, мен олардан ақылдырақпын, өйткені өзімнің ештеңе білмейтінімді білемін, ал олар білмесе де бәрін білеміз деп ойлайды. Денсаулық бәрі емес, денсаулықсыз бәрі ештеңе емес. Адамдарды таныған сайын өзімнің итімді қатты қадірлеймін. Егер сіз айтып отырған қиындықты болдырмауға болатын болса, онда неге шағымданасыз? Ал егер бұл сөзсіз болатын болса, онда шағымданудың қажеті не? Мен сені көруім үшін сөйлегін. Сұлулық өте қысқа уақыт патшалық ететін патшайым. Қалаған адам амал табады, қаламаған себеп табады. Егер адам өз денсаулығына қамқор болса, оның денсаулығына ненің пайдалы екенін одан жақсы білетін дәрігер табу қиын. Табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді, ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Достық болмаса, адамдар арасындағы қарым-қатынастың құндылығы болмайды. Ашулы адам ешқандай пайдасыз басқаларды зәбірлейді. Адамдарға құпиядан гөрі тілдерінде ыстық көмір сақтау оңайырақ. Өзіңді танығың келсе, адамдарға олардың ісіне қара. Ойы таза, ойы ұшқыр адам бақытты. Ешкім өзіне ұнамайтын адамнан ештеңе үйрене алмайды. Достарыңның жүрегін құр қошеметпен емес, көңілден шыққан шынайы сөздермен жаулап ал. Киімде сымбатты болуға тырысыңыз, бірақ әдемі емес. Рақымдылықтың белгісі әдептілік, азаптың белгісі артықшылық. Ештеңеге қарамастан үйлен. Жақсы әйел түссе бақытты боласың, жаман әйел түссе ойшыл боласың. Біздің ең күшті тілектеріміздің орындалуы көбінесе біздің ең үлкен қайғымыздың көзі болып табылады. Талқыға салған кезде ғана ақиқаттың беті ашылады. Неліктен адамдар жақсы әрекет етуді біле тұра, жаман әрекет етеді? Мен өмір сүру үшін тамақтанамын, ал кейбіреулер тамақтану үшін өмір сүреді. Білім беру қиын іс, оның жағдайын жасау әрбір адамның қасиетті парызының бірі, өйткені адамның өзін және жақындарын тәрбиелеуден маңызды ештеңе жоқ. Өлімді білмей тұрып, одан қорқу қисынсыз сияқты. Қанағаттану біздің табиғи байлығымыз, кедейлік жасанды. Абыройсыздықпен өмір сүргенше батылдықпен өлген артық. Ең жақсы неке, әйел соқыр, ал күйеуі саңырау болса. Онсыз өмір сүруге болатын қанша көптеген нәрселер бар. Әлемді өзгертпес бұрын, өзіңді өзгерт. Өзінен төмен болу надандық, ал өзінен жоғары болу даналықтан басқа ештеңе емес. Сөз сүйектен өтпесе, таяқ та көмектеспейді. Қалағаныңды істе, сонда да өкінесің. Өз шаруаларыңды өзгемен ақылдасу үшін алдымен оның өзінің шаруаларымен қалай айналысып жатқанын қара.
Адам өзін-өзі тексеріп, достар үшін қаншалықты құнды екенін тексеріп, мүмкіндігінше құнды болуға тырысса, жақсы болар еді. Барлық адамдар басқалардың олардың өміріне араласпағанын және оларға жақсылық жасағанын қалайды. Бірақ бұл басқаларға да қажет. Сондықтан өзің үшін жақсылық басқалардың игілігіне кедергі жасамау керек. Өмірлік тәжірибесі аз адамның айтқан сөзі аса сенімнен шыға бермейді. Мейлі маған еліктеп айтса да. Білім алуда азық-түлік сатып алудан әлдеқайда көп қауіп бар. Астың тұздығы аштық. Даналық аспан мен жердің патшайымы. Асқа ең жақсы дәмдеуіш аш қарын. Жақсы бастама кішкентай нәрсе емес, бірақ ол кішкентай нәрседен басталады. Мен көп нәрсені білмейтінімді білемін, алайда басқалар мұны да білмейді. Егер сіз өзіңізді кез келген жерде сүйреп жүрсеңіз, саяхаттау сізге пайда келмейтіні таң қаларлық па? Ең кедей адам үйі, жанұясы, ақшасы жоқ адам емес, арманы жоқ адам. Үй мен кеменің іргетасының берік болғанымен бірге, істің іргетасының әділ де, адал болуы да жарасымды. Жамандық жақсылықтың не екенін білмеуден туындайды. Өзгерістердің сыры бар күшіңізді ескімен күресуге емес, жаңаны құруға бағыттау. Өмір сүру үшін тамақ жеу керек, бірақ тамақ жеу үшін өмір сүрмеу керек. Жоғалтып алмау үшін арнамызға жазылып қойыңыз. Бейнеміз ұнаса лайк басып достарыңызбен бөлісіңіз және пікірлер жазыңыз. Қай дәйек сөз сізге ұнады? Келесі жолы біздің арнада кездескенше.